В общем, аманбыз, шүкір. ДТП қалай болғанын айтып берейін. Короче, біздің машина түнімен Талдықорғаннан жол жүргеннен бір дөңгелек, короче, дырылдатты. Қарасақ, оказывается, дөңгелек передний болттар боса кеткен. Екі ақ шурупта бос болып тұрған ғой, короче. Сонымен хорошо, что түнде біз ақырын жүріп келгенбіз. Сонымен аман есен жеткенбіз. Сонымен Сайынның бойына келген кезде уже видим, что дөңгелек уже түсейін деп тұрған. Сонымен тоқтатып аварийка жағамызда жаңағы енді қатырайық деп ойлаймыз. Сөйтіп, короче, аварийка жағып, жолдың шетіне қоямыз. Мен алдымда отырмын, ременімді шешем, короче. И сөйтіп отырған кезде артымыздан үлкен машина келіп соғады ғой. Қатты удардан, анау газ бен тормозды перепутать етіп алған екен. Сонымен қатты удардан машинаның алдындағы бүкіл жаңағы нелер, панелі алдыға қарай ұшты, маған қарай бетімді ұрдым бір жерге, бірақ бетім көгермепті, еш нәрсе болмапты, шүкір. И белімнен қатты удар болды. Содан кейін ішім кішкене ауырды. Содан пока все это разбирались. Содан кейін жігіттер енді өздері разбираться етіп жатқаннан кейін мен үйге кетіп қалдым. Үйге келіп жатып, түнімен ұйықтамағам, еще кішкене Бексұлтан нетсін деп, андай ұйықтап қалмасын жолда деп сөйлеп отырып. Сонымен үйге келіп ұйықтап, оянсам нормально болып ауырғаны басылыпты, короче. Сол Алла бір өлімнен аман қалдырды деп отырмыз ғой, Құдай сақтасын. Это было так страшно. Машинаның ішінде енем, қайын сіңілім, қайныным болған, тағы кішкентай күйеу баламыздың қызы болған. Сонымен, короче, барлығымыз шок болып қалдық. Есімізді зорға жинадық, шынымды айтсам. Сонымен кешке дейін ұйықтап алып, әйтеуір жаңа қонақтыққа барып келдік. Сол енді айтып жатыр ғой, короче, мамамдар да айтып жатыр, тіл бар, сөз бар деген сияқты.